Панфилов ауданында жеке сот орындаушылар, салық басқармасы және жол патрульдік полиция қызметкерлерінің қатысуымен рейд ұйымдастырылды. Басты мақсат салық өндіру. Жалпы шарада 1 миллион 200 мың теңге өндіріп, қарыз барлардың автокөліктері тұраққа қойылды. Рейд Жаркент қаласының кіреберісінен басталды. Қалаға кіріп шыққан көліктер жол жағасына еріксіз тізілді. Көлік құжаттарын салық басқармасының мамандары электронды тексеріс арқылы жүргізді. Салықты уақытында төлегендер жіберіліп, қарызы барлар жауапқа тартылды. Мамандар ақпарынша, салық төлеуден жалтаратындардың дені жол талғамайтын көлемі үлкен көлік иелері. На основе совместно с отделом полиции Ағымдағы жылдың 1 сәуірінен көлік салығы бойынша салық берешегі 268 мың теңге. Бүгінгі күні салық берешегінің сомасы 80 мың теңге. Жалпы Панфилов ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы аудандық полиция бөлімімен және жеке сот орындаушыларымен бірлесіп салық төленбеген автокөліктерді анықтау бойынша рейдтік іс-шаралар жүргізіліп тұрады. Тексеріс барысында мамандар салық төлеуден жалтарған Audi автокөлігін анықтады. Енді темір тұлпар иесі айыппұлын төлегенше көлігі автотұраққа жөнелтіледі. Бізде осындай іс-шара жиі өткізіліп тұрады. Бұның мақсаты салықтан жалтарылғандардың алдын алу. Өздеріңіз көріп тұрғандай Audi автокөлігі салық төлемеген үшін арнайы автотұраққа жіберілді. Осы жағдайды қайталамау үшін көлік иелерінен айыппұлдарыңызды және салықтарыңызды уақытылы төлеп тұруларыңызды сұраймын. Бұдан бөлек аудандық кірістер басқармасы мен жеке сот орындаушылар салық төлемеген азаматтардың үйлеріне барды. Ескерту жасады. Қарызы барларға көлік құралдары тәркіленетінін ескертті. Нәтижесінде бір күнде 1 миллион 200 мың теңге борышкерлер қарызы өндіріліп, мемлекетке қайтарылды. Одан бөлек бүгінгі акция барысында алимент өндіру ісі бойынша автокөлік Mitsubishi Galant тәркіленген 2,5 миллион қарызы берешегі болғандықтан. Борышке төлемегендіктен автокөлігі тәркіленіп тұрақ саянкісіне жолданады. Жалпы ауданда мұндай рейдтік шаралар жиі өткізіліп тұрады. Жыл басынан бері 40 миллион теңге өндірілген. Жалпы ауданда 2800 адам салық төлеуден жалтарып жүр. Олардың 80 миллион теңге көлемінде қарыздары бар. Аудандық кірістер басқармасы енді ауылдық округтерді аралау жоспарда дейді. Диана Тұрлыбек, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы, Панфилов ауданынан.